Маринет пен Алия тізімде бар ма, буржуа мырза? Жоқ сияқты. Әкесіне тізімді жасауға кім көмектескенін білем. Ол бүгінгі күнді Адрианмен бірге өткізетін болды. Бұл менің өмірімдегі ең ауыр күн. Қалай ұмытып кеткенбіз? Әке. Рахмет, қызым. Я. Алия сенің міндетің қалдықтарды сұрыптау. Не? Ал Маринеттің міндеті... Мәссаған! Ей, бұл әлгі... Кешіріңіз, бұл зообақ емес, бұл қонақ үй. Әке, бұл Джаггет Стоун, рок жұлдызы, миллиондаған ән жинағы сатылған. Ол өте танымал әрі өте бай. Стоун мырза, Гран Пари қонақ үйіне қош келдіңіз. Мен қала әкімімін, әрі осы қонақ үйдің қожайынымын. Бұл Париждегі ең әдемі қонақ үй. Қандай көмек қажет? Мен бұл жерге қонақ үйді бағалау үшін келген жоқпын. Джаггет ең әдемі бөлмеге жайғасқысы келеді. Ал азу түске үлкен ванна қажет. Қарсы беттегі қонақ үйдің ваннасы кішкентай. Мұнда қажеттінің бәрі бар. Азу тіс ханым тіпті заманауи жаттығу залы да бар. Азу тіс менің қолтырауным. Стоун мырза, мұнда азу түске қажеттінің бәрі бар. Еш уайымдамаңыз. Көпіршікті суды ұната ма? Қолтырауындар көпіршікті суды ұнатпайды. Терісін құрғатып жібереді. Қап-қырыс соңымнан қалар емес. Таныдыңыз ба, Стоун мырза, мен Винсент Асамын. Сізбен бірге суретке түсейін, бұл менің досым деп мақтанам. Мен сіздің ең адал жанкүйеріңізбін. Қайталай бермеші, концертімді жібермей тамашалайсың, бірақ біз дос емеспіз. Қанекей, камераға қараңыз. Сен не, сөз ұқпайсың ба? Қанша рет айтуға болады? Суретке түсуге болмайды. Жылдам екенсің. Бұдан бұлай Стоун мырзадан аулақ жүр. Әйтпесе, фотоаппаратыңды сындырып тастай. Ашу мен реніштің бір көте қалғанын сезіп тұрман. Зұлым акумаларды босататын сәт келді. Тұра тұрыңдар. Ошағы ой, кішкентай акума, оны зұлымға айналдар. Пикселятор, мен көбелек адаммын. Сүйікті жұлдызыңды суретке түсіруге мүмкіндік беремін. Бірақ сен де менің тілегімді орындауың керек. Көбелек адам. Буржуа мырза, сіз Маринетке тапсырма берген жоқсыз. Әрине, Маринет, бүгін сен шабарман боласың. Шабарман демей, қалай сонда? Мүмкін қоқыс сұрыптаумен байланысты бірдеңе шығар. Стоун мырзаға концертке су жаңа көзәйнек қажет. Қызыл, ақ, көк түсті және Эйфел мұнарасы бейнеленген. Тауып бере аласыздар ма? Әрине, тауып береміз. Маринет біздің жеткізушіміз. Керегіңізді әкеп береді. Жеткізуші клиенттің сұрағанын әкеп беретін адам. Кез келген нәрсені. Қане, жұмысыңа кіріс. Міне, көзәйнек дайын. Енді қонақ үйге барып Адрианмен әңгімелесейін. Хлоя да сол жерде. Стоун мырза мына көзәйнекті ұната қоймас. Неге теке? Қызыл және ақ түсті. Эйфел мұнарасы бейнеленген. Жұмыс қылмай, оны дұрыс орындау керек.